1961 жылы Екібастұз қаласында Абай даңғылында нөмір 1 мектептің ғимараты салынды. Юрий Гагарин бірінші болып ғарышқа жол салды. Мектебіміз оқуда да, еңбекте де, барлық істе де бірінші болуы тиіс деп, алғашқы түлектер осындай дәстүрді қалыптастырды. Мектептегі тамаша дәстүрлердің, сапалы білім берудің негізін қалаған директорлар Леонид Матвеевич Машковский, Нұркенов Қастай Жанғабылұлы, Әбішева Гүлжан Есенбайқызы. Игі істер мектептің лицей мәртебесін, ал 2011 жылы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп мәртебесін алуға ықпал етті. Мектеп кабинеттері интерактивті тақталарымен, практикум сабақтарын жүргізуге арналған жабдықтармен жарақтандырылған. Сонымен қатар жаңартылған лаборатория жасақталды. Ол оқу үрдісінің сапасын жақсартуға және дәстүрлі пәндерге деген қызығушылықтарды арттыруға әсер етеді. Қамқоршылық кеңесі жұмысының нәтижесінде мектептің материалдық базасы үнемі жақсарып келеді. Кітапханада қосымша материалдармен танысып қана қоймай, сонымен қатар ұстаздардың түрлі басылымдарда жарық көрген баяндамаларымен, баспа өнімдерімен танысуға болады. Холлда мемлекеттік тілдегі әдеби шығармалардың буккроссинг сөресі орналасқан. Мектепте рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде әдеби шығармалар оқу минуттары, English Club отырыстары өткізіледі. Шахмат және робототехника кабинеттері жасақталған. Тәрбие және білім арнайы жобасы мектепте балаларды кітап оқуға қызықтыру бағытында іске асырылады. Әр бейсенбі сайын сабақ қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 10 минуттық кітап оқумен басталады. Мектеп ұжымы 3 тұғырлы білім беру бағдарламасын мемлекеттік, ағылшын, орыс тілдерінде сөйлеу күндері арқылы іске асырады. 2016 жылы мектепте шахмат кабинеті ашылды. 1 мен 6 сынып аралығындағы оқушылар логикалық ойлау мен зейінді дамытатын шахмат және ұлттық тоғызқұмалақ ойындарын ойнауды үйренеді. Мектеп оқушылары облыстық және республикалық жарыстардың жеңімпаздары атануда. Мектептің жаңа болашақ бағыты робототехника. Оқушылар Лего жиынтықтарымен жарақтандырылған IT кабинетте роботтарды модельдеп, оған бағдарламалар құрастырып, өз тәжірибелерін түрлі жарыстарда көрсетуде. Отан сүйгіштікке тәрбиелеу мемлекетіміздің ең негізгі ұлттық стратегиясы болып табылады. Сондықтан да мектебімізде гимн орындаумен аптаның бірінші күнін бастау дәстүрге айналды. Нөмірі 1 лицейде жыл сайын өткізілетін туристік слет бұл спорттық жарыс қана емес, сонымен бірге туған өлкенің табиғатының әсемдігін бағалау мүмкіндігі және қажетті туристік біліктілікті жетілдіру болып табылады. Мектеп экобум акциясына белсене қатысады. Ол әрбір оқушының бойында табиғатты аялауға, оған ұқыпты қарауға деген көзқарасты қалыптастырады. Акция аясында мектепте қағаз, пластик, ұсақ батареялар жиналады. Табысты оқушыны тек табысты ұстаз ғана тәрбиелей алады. Мектеп педагогтары кәсіби жағынан өсу мен тәжірибе алмасу мақсатында түрлі байқауларға, фестивальдарға, конференцияларға қатысып, жоғарғы нәтижелерге қол жеткізуде. 2000 жылдан бері халықаралық байқауларда 10, республикалық байқауларда 13 және облыстық жарыстарда 33 жүлделі орынға ие болды. Ұстаздың жетістігі оның күн сайынғы жан-жақты ізденіске толы еңбегінде. Оқушының білімге құштарлығы оны жаңа белестерге талпындыра түседі. Лицей оқушылары зерттеушілік жұмыспен оқу жылының басынан бастап айналысады. 1 мен 6 сыныптардың барлық оқушылары шығармашылық жобалар, 7 мен 8 сынып оқушылары ғылыми рефераттар және 9 мен 11 сыныптар ғылыми жобалар жазып қорғайды. Мектепте жүйелі түрде дамып келе жатқан оқушылардың жоба, зерттеу түріндегі қызметтері балалар ұжымына арналған шығармашылық ортаны қалыптастырып, оқушыларының білім беру үрдісіндегі орындарын айқындап, олардың шығармашылық белсенділіктерін дамытады. Мектеп түрлі дәстүрлерге бай. Мектеп өмірінің маңызды кезеңдерінің бірі 1 сынып оқушылары қатарына, лицейшілер қатарына қабылдау болып табылады. 1 сынып оқушылары қатарына қабылдау мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіннің өзін мектептің толық мүшесі ретінде сезінуіне әсер етеді. Елена Дмитриевна Мелихованың бастамасымен 1995 жылдан бастап оқушыларды лицейшілер қатарына қабылдау дәстүрі басталды. Бұл мереке оқушыларды, мұғалімдерді және ата-аналарды біріктіреді. Бұл 10 сынып оқушыларының лицейге деген адалдыққа ант беру мерекесі.
Мектептің маңызды міндеттерінің бірі балаларды өнерді сезініп, оны бағалауды үйрету. Мелпомена театр студиясының кезекті қойылымын 18 жылдан бері әр көктем сайын мектеп көрермендері асыға күтеді. Мәжіліс залының сахнасында жас таланттар шығармашылық өнерге үйреніп, жаңа қырларының көрінеді. Роза Герасимовна Черепанованы еске алуға арналған математикалық регата мектеп тарихына деген құрметті, пәнге деген сүйіспеншілікті, ұрпақтардың өзара байланысын қалыптастырады. Мектеп өз түлектерін мақтан тұтады. Большой привет. Нью-Йорктегі біріккен ұлттар ұйымының үлкен залынан Екібастұзға және сіздердің барлықтарыңызға үлкен сәлем. Біздің өміріміздегі сіздердің рөлдеріңіз өте жоғары. Дарынды және талантты балаларды оқыту өзекті мәселе болып табылады. Дарынды балалар қандай? Олар әртүрлі, бір-біріне ұқсамайды. Дарынды және талантты балалар мектеп айнасы. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы.